бір түйіп дәннің ішінде мыңдаған шипа бар десе сенесіз бе? Қара зире адамзатқа ежелден таныс, бірақ қадірін көпшілік біле бермейтін ғажайып өсімдік. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтқан екен, қара зиренің өлімнен басқа барлық дертке шипасы бар. Сонда бұл кішкентай ғана дәннің құдіреті неде? Қара зире ежелгі Египеттен бастап араб елдері мен Орта Азияда емдік мақсатта қолданылған өсімдік. Тіпті фараондардың қабірінен де табылған деседі. Оның құрамында 100-ден астам пайдалы зат бар. Тимохинон, май қышқылдары, антиоксиданттар, бәрі ағзаның табиғи қорғанысын күшейтеді. Ең бастысы, қара зире иммунитетті табиғи жолмен көтереді. Қан айналымын жақсартады, ағзаны улы қалдықтардан тазартады. Бүгінгі күні көп адам тез шаршап қалатындығына әлсіздікке, асқазан, бауыр, буын ауруларына шағымданады. Бұның бәрі ағзадағы қабыну мен улануының көбейгенінің белгісі. Ал қара зире осының бәріне қарсы табиғи қалқан. Қара зире өттің бөлінуін жақсартады. Асқазан қышқылын теңестіріп, бауырды тазартады. Кебу, ауырлық, жүрек айну секілді белгілер басылады. Қара зире қандағы қантты реттейді, жаман холестеринді азайтып, жүрек пен тамырды қорғайды. Суық тигенде таңертең ашқарынға бір шай қасық қара зире майы табиғи дәрі. Ол жөтелді жеңілдетіп, бронхты ашады, аллергия белгілерін басады. Қара зире майымен уқалау артрит, ревматизм сияқты ауруларға жақсы әсер етеді. Ал іштен қабылдау тері мен шашты нәрлендіреді. Қолдану тәсілі. Күн сайын таңертең ашқарынға бір шай қасық қара зире майын жылы су немесе балмен ішу жеткілікті. Бірақ шамадан тыс қолдануға болмайды, күніне 1-2 шай қасықтан артық емес. Жүкті әйелдер мен созылмалы ауруы бар адамдарға міндетті түрде дәрігер кеңесі қажет. Ғылыми дәлелдер мен зерттеулер. 1959 жылдан бері әлем ғалымдары қара зиренің әсерін зерттеп келеді. 1000-нан астам тәжірибенің нәтижесінде оның бактерияға, қабынуға, тіпті рак клеткаларына қарсы қасиеті дәлелденді. Ибн Қайым әл-Жаузия пайғамбар медицинасы кітабында қара зиремен емі табылған 50-ге жуық ауруды атаған. Мысалы, Египет ғалымдары оны иммунитетті күшейтетін Т лимфоциттерді көбейтеді деп тапқан. Үнді дәрігерлері рак клеткаларының өсуін тежейтінін дәлелдеген. ақш пен Германиядағы зерттеулерде аллергия, демікпе және қант диабетіне қарсы әсері байқалған. Ғалымдар бұл дәннің қабынуға қарсы бактерия жоятын, ісіктердің өсуін тежейтін ерекше күші бар екенін мойындаған. Қара зире табиғаттың ең жұмбақ әрі мейірімді сыйларының бірі. Алланың адамға берген шипалы дәні. Бірақ әр шипа сабырмен келеді. Бүгіннен бастап ағзаңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Жасанды дәріден гөрі табиғаттың өзінен ем іздеңіз. Өйткені денсаулық зор байлық деген дана сөз бекер айтылмаған. Арнаға жазылыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат біреуге бүгін қажет шығар. Берік болыңыз, бірге болыңыз.